Аттың аяғында майлайды екен осылай. Бұл не келсеңіз, орысша айтқанда трещина деп айтады, қазақша күс деп айтады бұны. Мен атым екінші күннен бастап, осы мен әбден жолда үш аяқпен шауып келдім ғой. Жамбыл облысы кеше кештетіп келген себебі, мына жерде жолда адасып, мынау бағыт таппай қалған. Сол себепті сәл кешіңкіреп кірді. Мынау мәреге жақындап қалған кезде енді аттан түсіп, үстіндегі шабандоздар аттар кішкене болса да тынығып демалып қалсын деп жетектеп алып өтті мәреден. Бабаларымыздың рухы қолдап, әруақтары қолдап, осы ұлы дала марафонында барлықтарыңызға жемісті күндері жолығуды нәсіп етсін. Алдыңғы екі қолы, құйрығы, аяқтарын жейді. Рақ жейсіздер ме? Тұзда қойыпсыздар кәдімгідей, иә? Тұзға піседі ғой. Су құясын, 5 минут қайнайды, 5 минуттың ішінде піседі қып-қызыл. Приправа қосқансыздар ғой дейме? Жоқ, ондай нәрсе қосылмайды. Ешқандай. Мен білесем чипсиді білесіздер ме? Крабпен дейтін, тура сол сияқты дәмі. Шабандоздардың құрметіне доғыл шапала қылып қойыңдар. Бұны естіген шаяндар отанымды жемеңдер. Мынау Лашын деген ат. Тұра берсін. Лашын деген ат жасы 10 жаста. Жасы 10 жаста. Алла бұйырса бүгін бірінші күн 700-дің алғашқы қадам басайын деп тұрған аттар. Қазан аттар ғой, қазақтың қазан аттары. Мынау ақбүйрек деген жануарымыз жасы 9-да. Алла бұйырса бұл да бүгін 700 шақырымның алғашқы қадамын аттайын деп тұр. Сәттілік. Одан кейін келіп жатсақ, мына жерде шүт қараңғылау болып тұр. Жезгейік деген жерен қасқат. Бұның да жасы 10 жаста. Қазақша пішпе дейміз бе? Аттардың бәрі пішпе. Одан кейін мына жерде көрсете кетейін. Мынау тас шерен деген жануарымыз. Тас шерен деген. Бұның да жасы 10 жаста. Пішілген ат. Алла бұйырса, бұл да бүгін Жетісу. Бүгіннен бастап Жетісу облысының намысын қорғайын деп тұрған тұлпарларымыз. Бұл жылқылардың басында ілулі тұрған қазақша ат дорба дейді. Мынау жемді шашып тастамас үшін осылай береміз. Қазір азаңмен бұл жылқыларды суғарып, содан кейін мынау сұлы сәбізін жуып, сәбізімен беріп жатырмыз. Шылғау барам жатыр. Етік аяқта қажамас үшін, Иә. Сөзбен айтып жете алмаймыз. Кеше бірінші болып аяқтадыңыздар. Бірінші болып аяқтадық, иә. Аттарды қинап жүрген жоқсыздар ма концовкада? Жоқ, қинаған жоқпыз. Аттардың бабы келісіп тұрды ма? Келісіп тұрды аттың баптары. Аттың күтімі қандай? Енді оны қалай айтамын, енді бала сияқты қарап отырып қой бұларға біз қазір. Жас сәбиді қарағандай қараймыз. Атқа мінгендей болдық қой, брат. Тың атқа отырған қалай екен? Айбат, керемет. Аттың гүлі. Алматы облысы бұл. Алматы қаласы, кешіріңіздер, Алматы қаласы. Бұл жерде әрине енді әр командаға біз навигатор бергенбіз. Сосын телефондарына Google Maps деген бағдарламаны орындап, сол жерге карталарды дайындап қою керек болған. Енді кейбіреулер орындаған, кейбіреулер орындамаған. Кеше енді 9 командадан 8 адаспай келді. Тек бір Жамбыл облысы ғана адасқан. Яғни бұл жерде команданың өзінде бір проблема болған деген сөз. Сонымен Жамбыл облысына штраф салынды ма? Әрине, бірінші 50 километр түске дейінгі уақытта 6 сағаттың ішінде үлгермеді, 1 сағат штраф болды. Дәл сол салай екінші 50 километрді 6 сағаттың ішінде орындамаған үшін тағы да бір штраф, яғни 2 штраф, бір күнде 2 штраф алды, 2 сағат қосылды. Алматыға сәлем, Жетіген ауылына. Міне адай жылқылары. Команданың формасы да көк, бірізді. Міне ғой, команда орында ғой. Ассалаумалейкум. Аға, елдің бәрі жылқыларын ауыстырып жатыр. Сіз ауыстырмапсыз деген. Мен ауыстырмайым ғой. Мен деген не ғой? Мен деген біздің наездник ауыстырмайды не, қара, былай наездник. Төмен жағы ат. Ат та ауыстырмайды. Сонымен шаға береді. Кеше бір балдыздарым айтты ғой.
біздің жездеміз кентавр екен деді. Әртүрлі жастарда мынау тұрған жылқыларымыздың жасы 3 жастан жоғары, 3 пен 7 жас аралығындағы жылқылар. Бұл жылқылар қазір қарап отырсаңыздар, неде енді қан жағына келетін болсақ, әртүрлі қанда англа, араб, англа, тек ағылшынға жетер-жетпес тек қандары бар. Қарағанды облысы мен Ұлытаудың жігіттері міне 600-дікті бастады. Бірақ олар сайыстан шығып қалған, дегенмен өздерін тексеру үшін, тұлпарларын тексеру үшін осылай аттанып бара жатыр. Достар, мен ешқандай команданы бөліп жарып жатқан жоқпын. Мейлінше әр қайсынан сұхбат алуға тырысып, олар туралы ақпаратты сіздерге ұсынып жатырмын. Бұл біздің еліміз, біздің жеріміз, біз біріксек қана күшіміз болады. Сондықтан астыдағы пікірлердің, кейбір пікірлердің мүлдем орынсыздығын айтам. Енді 6-шы күнгі жалпы есеп нәтижесі: 1-ші орын Ақтөбе облысы, 2-ші орын Маңғыстау, 3-ші орын Жетісу, 4-ші орын Қызылорда, 5-ші орын Шығыс Қазақстан, 6-ші орын Алматы қаласы, 7-ші орын Түркістан облысы, 8-ші орын Абай облысы, 9-ші орын Жамбыл облысы. Небәрі 9 команда қалды, 10 команда сайыстан шықты. Жігіттердің жігіті, тұлпарлардың тұлпары ғана осы бәсекені соңына дейін аяқтамақ. Ендеше соңына дейін сіздер де менімен бірге болыңыздар.